Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақта біз сіздермен септік жалғаулар туралы бәрін білетін боламыз. Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы узнаем с вами все о падежах в казахском языке. Сонымен, бірінші септік, атау септік. Итак, первый падеж – именительный падеж. Сұрақтары: кім, не? Вопросы: кто, что? Кім – оқушы, кто – ученик, не – сөмке, что – сумка. Екінші септік, ілік септік. Второй падеж – родительный падеж. Сұрақтары: кімнің, ненің? Вопросы: кого, чего? Ілік септікте 6 жалғау бар. Олар: ныңның, дыңдың, тыңтың. В родительном падеже есть 6 окончаний. Это ныңның, дыңдың, тыңтың. Енді сіздермен қандай дыбыстардан кейін қай септік жалғауларын жалғанатыны туралы білейік. Давайте теперь с вами узнаем, какие же используются окончания после каких звуков. Сонымен, келесі дыбыстардан кейін ныңның ілік септігінің жалғауы жалғанады. Итак, после звуков добавляются окончания ныңның. А, Е, Э, М, Н, Ң, Я. У, З, Р, Л, И, Ю, И, Ж дыбыстарынан кейін дың-дың жалғаулары жалғанады. Добавляются окончания дың-дың. Және де төмендегі дыбыстардан кейін тың-тың жалғаулары жалғанады. А также после следующих звуков добавляются окончания тың-тың. Б, В, Г, Д, К, К, Т, С, Ш, Б, Х. Мысалы, например, оқушының, кімнің, сөмкесі. Сумка кого? Ученицы. Сөмкенің, ненің, іші. Внутри чего? Сумки. Үшінші септік, барыс септік. Третий падеж – дательный падеж. Сұрақтары: кімге, неге, қайда? Вопросы: кому, чему, куда? Қазақ тілінде барыс септігінің 4 жалғаулары бар. В казахском языке существует 4 окончания дательного падежа. Олар: они: ғаге, қаке. А, Е, Э, У, И, Я, М, Н, Ң, З, Л, Р, И, Ю, Ж дыбыстарынан кейін ғаге жалғаулары жалғанады. После этих звуков добавляются окончания ғаге. Және де келесі дыбыстардан кейін қаке жалғаулары жалғанады. А также после следующих звуков добавляются окончания қаке. Б, В, Г, Д, К, Қ, Т, С, Ш, Б, Х. Мысалы, например, кімге, оқушыға берді. Дал кому? Ученице. Неге, сөмкеге салды. Положил куда? В сумку. Төртінші септік, табыс септік. Четвертый падеж – винительный падеж. Сұрақтары: кімді, нені, қайда? Вопросы: кого, что, куда, где? Табыс септігінің 6 жалғауы бар. В винительном падеже есть 6 окончаний. НН, ДД, Т, Т. Келесі дыбыстардан кейін НН жалғаулары жалғанады. После следующих звуков добавляются окончания НН. А, Е, Э, М, Н, Ң, Я. Келесі дыбыстардан кейін ДД жалғаулары жалғанады. Также после следующих звуков добавляются окончания ДД. У, И, З, Л, Ю, Р, Ж. Және де ең соңғы ТТ жалғаулары келесі дыбыстардан кейін жалғанады. Итак, далее окончания ТТ добавляются после следующих звуков. Б, В, Г, Д, К, Қ, Т, С, Ш, Б, Х. Мысалы, например, кімді, оқушыны көрді. Увидел кого? Ученицу. Нені, сөмкені алды. Взял что? Сумку. Алтыншы септік, жарты септік. Шестой падеж – винительный падеж. Сұрақтары: кімде, неде, қайда? Вопросы: у кого, у чего, где? Жат септігінің 4 жалғаулары бар. В творительном падеже есть 4 окончания. Олар: даде, тате, они. Даде, тате. Келесі дыбыстардан кейін даде жалғаулары жалғанады. После следующих звуков добавляются окончания даде. А, Е, Э, У, И, Я, М, Н, Ң, З, Ж, Л, Р, Ю.
және де келесі дыбыстардан кейін ға-ге жалғаулары, та-те жалғаулары жалғанады. А также после следующих звуков добавляются окончания та-те. Б, В, Г, Д, К, Қ, Т, С, Ш, П, Х. Мысалы, например, кімде оқушыда бар? У кого есть у ученицы? Қайда? Сөмкеде жатыр. Лежит где? В сумке. Алтыншы септік, шығыс септік. Шестой падеж, исходный падеж. Сұрақтары: кімнен, неден, қайдан? Вопросы: от кого, у кого, от чего, из чего, откуда? Шығыс септіктің 6 жалғаулары бар. У исходного падежа есть 6 окончаний: нан-нен, дан-ден, тан-тен. Келесі дыбыстардан кейін нан-нен жалғаулары жалғанады. После следующих звуков добавляются окончания нан-нен. Н, ң, м. А, Е, Э, Я, З, Ж, И, Л, Р, Ю, У дыбыстарынан кейін дан-ден жалғаулары жалғанады. После этих звуков добавляются окончания дан-ден. Және де келесі дыбыстардан кейін тан-тен жалғаулары жалғанады. А также после следующих звуков добавляются окончания тан-тен. Б, В, Г, Д, К, Қ, П, С, Т, Ш, Х. Мысалы, например, кімнен, оқушыдан сұрады. Спросил, у кого? У ученицы. Неден, сөмкеден алды. Взяла из чего? Из сумки. Және де соңғы септік, жетінші, көмектес септік. Так, последний падеж, предложный падеж. Сұрақтары: кіммен, немен, қалай? Вопросы: с кем, с чем, как, каким образом? Көмектес септіктің 3 жалғауы бар. У предложного падежа есть 3 окончания: мен, бен, пен. Енді сендермен олардың жалғаны түрлерін қарастырайық. Давайте же с вами рассмотрим, как они образуются. Келесі дыбыстардан кейін мен жалғауы жалғанады. После следующих звуков добавляется окончание мен. А, Е, У, Ю, Я, Р, Л, М, Н, Ң, И. З, Ж дыбыстарынан кейін бен жалғауы жалғанады. После звуков З, Ж добавляется окончание бен. Және де келесі дыбыстардан кейін пен жалғауы жалғанады. А также после следующих звуков добавляется окончание пен. Б, В, Г, Д, К, Қ, П, С, Т, Ш, Х. Мысалы, например, кіммен, оқушымен отыр. Сидит с кем? С ученицей. Немен, сөмкемен барды. Пошла с чем? С сумкой. Мына кестеде септік жалғауларының толық нұсқасы берілген. В этой таблице представлена полностью информация о падежах, вопросах, падежных окончаниях и примерах. Назарларыңызға рахмет. Егер де видео ұнаса, менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпа. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, не забудь подписаться на мой YouTube канал.